Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 3 сынып. Сабақтың тақырыбы Ақбас торғай ертегісі. Ортақ тақырып су тіршілік көзі. Оқу мақсаты шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық тыңдауына қарай мазмұндау. Бүгінгі сабақта біз ертегімен танысамыз, шығармаға жоспар құрамыз және әңгімелейміз. Су тіршілік көзі. Өйткені су табиғаттағы барлық тіршілік атауының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесі де су көтетін тақырыбымыз Ақбас торғай ертегісі. Яғни қазір балалар Ақбас торғай ертегісін тыңдап, сұрақтарға жауап береміз. Мәтін неліктен ертегіге жатады? Ертегіні басқаша қалай атауға болады? Ертегідегі ең басты тақырып не деп ойлайсыңдар? Ақбас торғай ертегі. Ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр тамбапты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағаш та, құлпырған әсем гүлдер де, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтары да шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып суытты. Бұдан былайғы жерде тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын құрастыру үшін көп болып жиналып, кеңес құрыпты. Сонда құстардың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кебірсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой. Бірақ ол тым алыс. Енді не істесек екен, депті. Сонда ақтырна: оның шарасы жеңіл. Теңіз жағалауынан шоқып бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді, депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауынан арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана жаным қиналмасын деп, төбе жағын аппақ қып бояп алыпты да, құстарға: қылшылдаған жас емес, қырқылжыңның бірімін, басым да ағарды, бұл жұмысқа қайтып атсалыспақпын, депті. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Сөйтіп, құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан шаршап, өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп, олар 7 күн, 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп шаттанған құстар шаттық әнін шырқап, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған торғай ғана іш құса болып жабырқайды екен. Қанат қағып шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп, басында көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін Ақбас торғай. Су тіршілік көзі деген пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін мәліметтер санын 5-ке жеткізіңдер. Үлгі: су тіршілік көзі. Өйткені. Яғни, маған WhatsApp желісіне пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін мәлімет санын 5-ке жеткізіп жіберейік. Үйге тапсырма: ертегіні бөліктерге бөліп, ат қойып әңгімелеңіздер.